Кезектен тыс президент сайлауы 20 қарашада өтеді, тура бір ай уақыт қалды. Сайлау туралы жаңа заң халықтың сайлауға деген көзқарасы, белсенділігі жалпы қандай болмақ? Осы және өзге де сұрақтарды студиямызға келген Қазақстан Республикасы президентінің жандағы саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ермек Тоқтаров мырзаға қоятын боламыз. Ермек мырза, студиямызға қош келдіңіз. Мынау алда өтетін кезектен тыс президент сайлауы әлемдегі қазір мынау күрделі геосаяси және макроэкономикалық жағдайлармен тұспа-тұс келіп отыр. Биылғы сайлаудың мұны біз бір ерекшелігі деп айта аламыз ба? Әрине, өткені бұрын осындай жағдайлар болған жоқ. Мысалы 19 жылда да өткен сайлау ол да күрделі болуымен де ондай басқа бір геосаяси осы контексті болмаған. Бірақ сонымен қатар осы сайлаудың ерекшелігі бүгін ғана анықталды. Өткені осы сайлауға 6 үміткер бар. Бұрын сондай үміткерлердің саны болған жоқ. Сондықтан әрине сайлаушыларға түрлі бір кандидаттардың программаларға дауыс беруге мүмкіндігі бар. Жақсы, мынау саяси науқан енді қыза түсуде, жалпы стратегиялық зерттеулер институты халықтың сайлауға деген көзқарасын қалай бағамдап отыр? Біріншіден, әрине біздің зерттеуімізде қаншалықты адамдар осы сайлауға қатысуға дайын, кім әлі анықталмаған, барады ма, бармайды ма, әлі шешім қабылдамаған. Сонымен қатар әрине бүгіннен бастап қандай кандидаттар бар, оларға әрине кім қанша дауыс беру мүмкін деп зерттейміз. Бірақ бұл зерттеулердің нәтижелерін жариялауға әрине бұл жариялау ол сайлау нәтижесіне, оның барысына әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрине біз өзіміз үшін сараптама тұрғыдан әрине бұл сайлауға өте бір назар аударамыз. Күнделікті түрде мониторинг жасаймыз. Бірақ әрине бұл жұмысты бүкіл сарапшылар мен институттар жүргізуде. Жақсы, мынау алдағы сайлауда жеңіп шыққан президент енді бұрынғыдай 5 жыл емес, 7 жылдық мерзімге және бір мерзімге бірден сайланатын болады. Мұны біз мынау демократияның бір баспалдағы деп айта аламыз ба? Әрине, өйткені демократияның бірінші бір принципі бұл ең жоғары биліктің ауысуы. Сондықтан бұл норма осы 7 жылдыға ғана сайлану, сонымен кейін әрине басқа да президенттік сайлауға қатыспауы, бұл әрине осы биліктің ауысуына кепілдік береді. Жақсы. Ермек мырза, енді мынау жалпы шетелдік сарапшылардың осы кезектен тыс сайлау жөнінде пікірін естісек, пікірлері қандай болып жатыр? Біріншіден, әрине қазіргі шетелдік сарапшылар бұл президенттік сайлаудың нәтижелері бір жағынан түсінікті деп айтады. Бірақ сонымен қатар әрине осы бір неопределенность деп айтады, осындай бір принциптерді бұл да факторлар әсер етуі мүмкін. Бірақ әдеттегідей басқа да сайлауларға осы құқықтық тұрғыдан, құқық жағынан назар өте үлкен. Әрине, сондықтан бұл сайлау қаншалықты осы демократиялық принциптерге сай өтеді, қандай нормалар ұсталынады, мүмкін норма бұзушылықтары бұл мүмкін. Сол құқықтық тұрғыдан қарастырылып, әрине сайлаудан кейін өз бағаларын береді. Бірақ бұл бағаға біз сүйенбеуімізге бұл міндетті емес, өйткені бұл сыртқы сарапшылар, сыртқы институттар, олардың Қазақстанның ішкі саясатына әсерін тигізбеу болмайды. Болмайды дейсіз ғой. Жақсы, енді соңғы сұрағым, сайлаушылардың белсенділігі қалай болады деп ойлайсыз? Негізі президенттік сайлау біздің саяси тарихымызда ең белсенді болатын, өйткені көбірек адамдар қатысқан, бірақ қазіргі таңда әрине азаматтарымыздың саяси мәдениеті де өзгеруде, осы референдумды көрсетті, қанша адам қатысуы мүмкін. Әрине күтілетін бір қатысу деңгейі бұл 65 пен 75% арасында болса, бұл жетерлік. Өйткені біздің заң бойынша сайлаушылардың 50% қатысса, бұл сайлау өтті деп есептеледі. Жақсы. Рахмет, Ермек мырза, сау болыңыз. Құрметті телегөрермен, біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы президентінің жандағы саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ермек Тоқтаров.